Раббым маған уәде етті дейді. Анюдхилал джанната сабғина әлфан. Алла тағала маған уәде етті. Менің үмбетімнен 70 мың адамды ла хисаба алейхим ва ла ғазаба. Ешқандай есеп те жоқ, ешқандай азап та жоқ, маған ешқандай сұрақ нәрсе қойылмайтындай кіргізіп жіберетін 70 мың адамды кіргізіп жіберем деп уәде берді дейді Раббым маған. Енді таңғаласыздар. 70 мың адам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, ма кулли әлфин, 70 мың адамды 70 бөлікке бөлсек, 1000 адамнан, ма кулли әлфин, әрбір 1000-мен сабғуна әлфан, тағы 70 мыңы бар дейді. Ол қайдан шықты ол 70 мың? 1000 болғанда әрбір адамға 70 адамнан шығады. Ол қай жақтан шықты деген кезде, жаңағы Алла тағала Құранда мысалы Роғат сүресіне бір аятқа келсек, сол жақындатады кішкене мағынаны. Роғат сүресінде Алла тағала айтады: "Афама яғламу аннама унзила илейка мин роббикал хаққу каман хуа ағма." Ей пайғамбар, Раббыңнан саған түскен нәрсенің хақ екендігін білген адаммен бұл хақты көрмеген адам тең бола ала ма дейді. Иннама ятазаккару улул албаб. Мен осындай сұрақпен мысалды берген кезде ақыл иелері ғана түсінеді дейді бұл аятымда. Сол ақыл иелері кімдер деп сұрайтын болсақ, жаңа 70 адамның сипаттары керек қой енді бізге. Жаңағы әрбір адам 70 адамды тарта алады өзіне қарай. Ол тартылатын адамның сипаты керек, сосын тартылатын адамның сипаттары керек. Сонда Алла тағала жаңағы тартатын адамдардың сипаттарына қарайтын болсаңыздар, Әллазина юфуна биахтихим. Бұлар Аллаға берген серттерін опалы тұрады дейді. Қиянат жоқ дейді бұлардан. Бірінші сипаты. Вала янқудунал мисақа. Ешқашан сертті келісім шарттарды бұзбайды дейді бұлар. Қараңыз, қандай темірдей сипаттарда бойларында. Валлазина ясилуна ма амараллаху айюсала. Сондай-ақ Алла тағала бұларға қай нәрсені үзбе деді, сол нәрсені үзбейді дейді бұлар. Туысқандық байланыс па, адалдық па, көршімен байланыс па, күллі байланыстар, аманаттар бұйырды ма Алла үзбе деп үзбейді дейді бұлар. Болды. Ол адамдар тарапынан қандай жамандық жасалып жатса да бұған. Болды, Раббым үзбе деген үзбеймін. Көрдіңіз ба? Сосын яхшауна раббахум, Раббыларынан қорқады дейді олар. Өтірік айтайын десе қорқады, рұқсат салайын десе қорқады. Олар Раббыларынан қорқатын сипаттары бар дейді. Одан кейін неден қорқады? Ваяхафуна суул хисаб. Міне жаңағы айтылған сираттың үстіндегі есеп таразы осыдан қорқады дейді олар. Жаман есеп болып кетпесе екен деп қорқып жүреді дейді. Шіркін-ай, жаман есеп болып кетпесе екен деп осыны уайымдап жүретін адамдар дейді. Келесі сипаттар қандай? Валлазина сабару ibtiqa вajhi rabbihim. Бұлар Раббыларының дидарын іздеп сабыр еткендер дейді. Міне, ауру келе ме? Оның эмоциясы ешқашан тағдырға өзгермейді. Раббым, ризамын сенен. Ең бастысы күнәм кешіріліп кетсе екен, есебім ауыр болып кетпесе екен ертең. Бақшасы жеміс бермей қала ма? Раббымның қалағаны ғой. Ол біледі ненің жақсы, ненің жаман екенін маған. Сабыр. Алла тағаланың дидарын іздеп сабыр етеді. Міне. Біреуге бір ренжіте ма? Ол ренжи бермейді, әрбір нәрсеге қозғалып салмағын жоғалта бермейді. Сабыр деген сипатты көрдіңіздер ғой, маңызды қылып тұрды Алла тағала. Сосын уақамуссала, намаздарын тұрақты орындайды дейді. Қараңыздар, шарттарын баяндап отыр Алла тағала. Намаздарын тұрақты орындайды. Сосын وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. Сосын әлгі біз берген ризықтан дейді. Жұмсағандар. Қалай жұмсайды десеңіздер, сирран ва алания. Көрсетпей жұмсайтындар бар дейді. Оны ешкім білмейді дейді менен басқа. Тек көрсетіп жұмсағандарын ғана білесіңдер дейсіңдер. Олар көрсетіп те жұмсайды дейді. Бастама жасап беру үшін. Біреулер жұмсай алмай тұрған біреулердің жаңағы серпіліс беру үшін маған беректі қиналып тұр ғой деп. Сендердің көздеріңе көрсетпей жұмсап жатқандар бар дейді олардың. Оны мен ғана білемін дейді. Сирран ва алания. Көрдіңіз ба? Сосын ваядырауна бил хасанати сайя. Қашан бұларға біреу келіп бір жамандық істесе, оның жамандығын бил хасана, жақсылықпен итереді дейді. Көр қандай темірдей сипаттарды айтып жатыр. Міне. Көрдіңіз ба? Міне бұларға улайка лахум уқбадар. Міне бұларға баянды тұрақ, жәннатты баянды тұрақ деп атайды. Баянды тұрақ
осыларға тән дейді. А дүниедегі тұрақ мынау, бұл имтихан. Бұл имтихан жұрты, а ол баянды жұрт. Сондықтан Алла Тағала оны баянды жұрт дейді. Соңғы баянды нақты Алласы да риза, өзі де риза. Ол не баянды жұрт дегенде? Ол жәннәту ғадн дейді, қараңдар. Ол ғадн жәннаттары дейді. Ядхулунаха. Соған олар кіреді. Жаңағы 70 мың кіріп кетсе, жаңағы 70 мың қасынан өзінің 70 мың тартады ғой әрқайсысы. Сондан аятқа қараңыздар енді. Олар оған кіреді, уәмән соляха. Және кім салиқалы болса, шартты қосып отыр. Және олармен бірге тағы кім кіреді? Кім салиқалы болса. Жоқ дегенде 5 уақыт намазы, Алла Тағаласына серік қоспайды. Мінездерін жөндейді. Дәл олардікіндей амал жасай алмаса да. Бірақ салиқалы деген шартты қойды Алла Тағала. Кім салиқалы болса, мен әбәйхим, әкелерінен, вәзважихим, әйелдерінен, вәзуриятихим, ұрпақтарынан. 70 адам шыға келеді. Қараңыздар. Осыларға сонда періштелер күллі есіктен періштелер бұларға қарай кіреді де, сәләмун алейкум бима сабартум. Періштенің сөзіне қараңыздаршы. Сәлем болсын сендерге, сабыр еткендіктерің үшін деген сөз тағы қосып кетеді. Фаниғма уқбаддар. Соңғы жұрт, баянды жұрт, не деген жақсы еді дейді аяттың соңында. Міне сондықтан осындай 70 мың адам есепсіз кетсе, омаға күлли әлфин сабуына әлфін, әрбір 70 мың, жаңағы мыңның қасында 70 мыңы тағы бар дейді. Ва уджухухум кәл қомар, жүздері айдай болады, ләйләтәл бәдір, толған ай күні қандай болса сондай. Ва құлубухум аля қолби ражулин вахид, жүректері бір адамның жүрегінде дейді бәрі. Ләхтиләфә бәйнәхум. Қайшылық көрмейсің дейді араларында тұрған. Табуғыт, жек көрініш деген мүлде жоқ дейді ондай нәрсе. Көрдіңіз ба? Мутамасикуна. Ахизум баъдукум баъдан. Бір-бірін ұстап алады дейді бүйтіп. Жақсы көргендері сонша Алла үшін бір-бірлерінде. Бір-бірін бүйтіп ұстап алады дейді баъдукум баъдан. Сосын бұлардың тағы бір ерекше қасиеті ла ядхулу ауалухум хатта ядхулу ахирахум дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Әуелгі тұрғандары кірмейді, соңғысын кіргізбейінше дейді. Қорқыныш жоқ бұларда. Бұлар енді басқалардың қуанышын қияметте де артық көреді екен да. Қараңыздаршы қандай. Дүниеде сондай болған олар. Дүниеде сондай болғанда.